оразан ба деп қалған соң ішіп жатып ойланып кеткен Çay mı? Kamsamida болып тұр. Stresге түсіп кетті қоқыстың. Ай емес ай маған, қолдарыңнан сенің ұстап тұрып. Сәлем, сәлем, қалайсыздар, құрметті менің тыңдармандарым, амансыздар ма? Мен аяқ асты әдеттегідей эфирға кіріп кеткенім жайым бар. Бірақ тиктоктан емес, твичтан кірейін деп шештім, себебі көріп үлгермей қалған жандар болса, эфир сақталу үшін. Сондай. Бәріңізге сәлем, қалайсыздар? Мен біраз болды эфирға кірмегеніме. Қалайсыздар? Камсамида. Біраз болды, сон эфирға кіріп қойын дедім. Себебі жаңа кішкене ұйықтап алғам, энергиямда көбейіп, күшті болып тұрмын да. Жаңа бір андай не ішіп алғам ғой. Не еді андай? Тиктоктар реклама дейді. Эликсир. Бірдеңе ішеді ғой. Эликсир ма? Жоқ, қойшы. Так, мен чатты дұрыс оқи алмай жатырмын. Бірақ чотам дейді. Чотам? О, ботам, чотам. Соны айтып жатыр екен. Ботам, чотам дегенді айтып жатыр. Мен қазір телефонмен кіріп отырмын. Егер кішкене сапасы нашарлау болса, кешірім сұраймын алдын ала. Кешіріп қойыңыздар. Себебі мына гостиницада кішкене освещение жаңа проблема екен. Біз қазір Өскемендеміз. Жаңа Өскеменде концертке барып, ән айтып, қашан біз соңғы рет бардық концертке? 31-ші. 31-ден кейін енді барып тұрық па? Короче, біраз болған, бізге 2 ай болған ғой, сондай, ровно. Қалай бірақ? 31 декабрь, 31 январь. 31 январь бір ай болады, 31 февраль 2 ай болады, грубо 2 ай. Короче, бізге сахнаға шықпағанымызға 2 ай уақыт болыпты. 2 айдың ішінде сағынып, энергияға толып бүгін күшті киініп шықтық, байқап тұрған шығарсыздар. Сонымен күшті болды, негізі өзіме қатты ұнады. Адамдар да кәдімгідей сағадырадин деп қолдап, айғайлап, сағынып қалыппыз бір-бірімізді. Бірақ соңында кішкене непонятка болып кетті, себебі ана жерде ұйымдастырушылардың тарапынан кішкене ограждение деген сияқты заттар қойылмағанда кішкентай балдар жүгіріп, адамдар итеріп, таптап, примерно қанша адам ана жерде? Біраз адаммен кішкентай помещениеге. Короче, аяқтың астына қалып кетуге сәл-ақ қалды. Мен өзім кәдімгідей аяқтың астына. Ана охранник мені ұстап келеді да, алға қойылады. Ол мені тартып бара жатыр, мен оны сілкіп үлгердім да, ол ата өзі жерге кететін еді. Мен алып кететін еді дегенім. Сол үшін концертте мен мысалы 5000 адам болса, күтіп, негізі 5000 адам менде суретке түсуге болады ғой, бірақ аккуратно істеу да, бірақ ол жерде ешкім аккуратно болмайды. Ана жерде айқай болып кетеді деген сияқты. Мамалар ұрысады, мен балам неғып артында тұр деген сияқты. Сөйтіп ұрыс басталып кеткеннен кейін жай алып шығып кетіп қалды. Қазір 649 адам қарап отыр ма бізде? Жаңадан келген көрермендер болса, бәріңізге сәлем, қалайсыздар? Қайырлы кеш, менің есімім Садырадин, таныса отырайық. Сол, не деп жазып жатыр? Бірдеңе деп жазып жатыр. Көрейін ба телефоннан? Жоқ. Плакаттар дейді. Плакаттарды біз қазір машинаға сақып қойдық, себебі біз арзанда жолға шығамыз. Плакаттардың бәрін алдық. Көп рахмет. Біраз плакат келді, бәрін алдық, біреуін де қалдырмай алдық. Бірақ бәрімен суретке түсе алмай қалдық та. Бір қыз мершіға қолымды қойып берші деді, қойын деп жатқан бұл қыз жұлып әкетіп қалды, көтеріп әкетіп қалды. Фок өткіз. Солай. Соны айтып қойайын дедім, және эфир сақталып тұрсыншы дедім, себебі сөйлеп эфирма кірмегеніме біраз болды. Мен бұйырса ертең Алла қаласа Алматы қалама үйіме барып, сразу мен үйге барып, мүмкін
үйге бармай студияға барамын, себебі мен студиямда ертең жұмыс болады, бір бұйырса сол жұмыстың басқасында болып балдармен бірге процесті көріп дегендей. Солай. Сіздерде не жаңалық қалайсыздар? Жазып жатқан бәріңізге көп рахмет. Көп қолдауларыңызға мен сезіндім бүгін, кәдімгідей сағынғандай болып жүргенмін ғой, кішкене әнші екенімді ұмытып, бірақ бүгін күшті болып қалды. Өзім де жақсы болып шықтым да бүгін. Мен оқып үлгере алмай жатырмын. Сапасына кішкене мән бермеңіздер, өтініш. Кішкене осындай болып тұр енді, өтінішке орай. Дауысы жақсы естіліп тұрған деп ойлаймын, бірақ дауысы жақсы естіліп тұру керек, себебі прямой тікелей телефонның даусымен кіріп отырмын да. Бірақ чатты оқып үлгеремей жатырмын, себебі столда ыңғайсыз ба, адам аяғына батып кетті ма. Әпшем 17-ға соны көрсете алмай жатыр. Аяқтарым мақтанып қалып жатқаннан кейін соны көрсетші деп жатыр. Міне енді оқылды ғой, чат әдемі оқылып жатыр. Бәсе? 600 адам көріп отыр бізді. 600 адамға 감사합니다. Так. Студияда 60 күн не болды дейді. Студияда мен кіріп жатырмын ғой стримға, бірақ 60 күн қатарынан кіріп жатқан жоқпын, себебі оның себебін алдында түсіндірген едім. Және де Алматыға барғаннан кейін бір күнді белгілейік, бір стримнің күнін белгілеп, сол стримда отырып 10 фан аккаунттарға мен алдында обещать етіп ғой, мерч беремін деп. Соны жасап тастайық, себебі ары қарай менде уже қол тимей кетеді. Сонымен ұмытылып кетіп, ұят болады. Қазір соны жасап тастайық. Алматыға барып, бүгін қандай воскресенье, так? Қай күні десек болады? Бүгін суббота ма не? Иә, ертең воскресенье. Қойыңыз ей, бүгін воскресенье ғой? Бүгін суббота ма? Ертең воскресенье вообще кайф десеңші. Ертең кіріп, жоқ, ертең так балдар келеді ғой менге жұмыс. Қашан десек болады? Бірақ, так, қанша күн? Так, уәде бергеннен кейін кіру керек болды сол күні. Соның ровно точно уақытын айтайын деп отырмын. Так, бірі. Екісі кіреміз ба эфирға? Давай, екісі немен бос сақтым вроде кешке, иә. Давайте, екісі күні, 2 наурыз күні. Ұмытпай, Twitch пен TikTokта екеуінде де бірге ашайын. Менің эфиріма кіріңіздер. Бірақ мен енді бәріңізді жақсы көремін. Ешкімді ренжітіп алмас үшін рандомны берем ба, ойлап қоямын. Себебі қалай болады екен деп ше. Рандомны берген дұрыс па деп. Өйткені бәрі еңбектенген адамдардың еңбегін бағалағым келеді да. Бағалаймын, бірақ енді сыйлық кішігірім көңіл үшін ғой енді, бірақ сонда да сол жағын уайымдадым алдында ше, қалай бәріне теңдестірсем болады екен деп ше. Чатты оқып жіберсем бола ма? Мынау мынаяқта оқи алмай жатырмын да. 8 минут енді өтіпті ғой, так. Так. Мұз болып тұрсын дейді. Рахмет. Рандом дейді. Все, рандом болса рандом. 8 минут енді. Сізге жазып отыр бір кісі. Дорама болып тұрсын дейді. Я, сол мен кино түсірсем ба деп қоям. Бүйтіп бір қызбен бүйтіп тұрып ше кәдімгідей. Анау соңғы кино болып отыр ғой, қазір хит болып отқан сол кино сияқты. Бір қызбен махаббат болып жабысып тұрып. Не дейді? Тошкенге кел, концерт бергені дейді. Хоп. Обязательно барамыз, бұйырса бізде тур болады. Құдай қаласа, сол кезде Алла қаласа Ташкентке барамыз. Себебі Ташкентте бізде әлі бірде-бір ретте концерт болған жоқ.
Садырым сол сәлем деші дейді. Садырым сол сізге сәлем. Жалынды сәлем. Так. Сәл айтсам болады ғой, кірем деп дейді. Енді аяқ асты болып қалды да, енді сосын не істей қалдым. Әлі киімді шешпедім кішкене. Сол үшін кірінші дедім. Аяқ асты болып кетті. Так. Сенен жарты жылдан кейін лайк алдым дейді. Қойшы, мәсі саған. Енді мен алдында түсіндіріп айтқан едім. Маған тиктоктан қандай фандардың видеолар шығады. Мен каждый түскен видеоға лайк басам. Тіркелмеген болсам тіркелем. Сол себептен ренжімеңіздер. Тиктоктан кіре бермей, твичтан да кіріп тұрса, я соны ойладым, себебі твич өзіміздің бастаған жеріміз еді. Енді тиктокта қалай кішкене рекомендация деген дүние бар. Көп басқа да адамдар көреді дегендей ғой. Мен танымайтын адамдар да бар шығар. Солар кіріп қалады. О, мынау Садыр ғой деп тіркеледі деген сияқты. Сондай ниетпен кірдім да. Өйткені мен твичта білмейді көбісі твич деген дүние бар екенін да, көбісі. Сол себептен мен екі жақта да тұрсам, екі жақтың да басын алып жүруге. Киноға түсейік дегенде ененен керегі жоқ ой деп едің ғой дейді. Жоқ, мен өзім түссем ба деп отырмын. Өзім түссем ба деп отырмын киноға. Ешкімсіз, чисті бір қызбен. Чисті махаббат қылып, махаббат болып түсіріп алып, ешті кино шықпай қалса да жүріп аламыз да. Сүйісіп. Кинода құшақтап аламыз да. Кино деп қоясың да, сценарий деп қоясың. Кім? Шұқыла? Сценарий ғой деп қоясың. Ботам сценарийда бар да осындай деп қоясың. Бірақ сценарийсі өзіңді ана жақта жет. Пұтырлат жазып отырсың ба? Пұтырлат, так, мынау құшақтайды, мынау келіп бүйтіп жатады, так, анау шашынан өзің сценарийсің да, өзің. Ол не будет деп қояды сен. Сценарий деп қоясың ғой. Сценарийға қарсы келмейміз. Режиссердің айтқанына қарсы келмейміз деп қояды. Құшақтап аласың да. Кеше камера сатып алдым, соны Айдарға беріп қоямын да оған күнде ше. Аккурат ұстап жіберді. Біз осындай сөйтіп отыр деп қоясың қазір. Көп ақша құртпай, чисто. Жүріп ап, клип кинода. Деген ой бар да, ешті. Аккуратно деп қоясың ғой. Чай өйтпей. Осындай сахналар бар деп қоясың. Ерге жақсы идейгіне. Ибой бір андай күшті бір тартып. Түсіріп тастауға деген. Алдын ала оқытамыз ғой сценарийді. Бізде жауыз емес біз ғой, бассал. Бәрі по контракту жүреді. Не, нормально отыр едім ше, бетім ашылып кетті ше, что-то. Серьезно отыр едім ше, бүйтіп қой. Так, не деп отыр. Актер болса дейді, я соны актер болсам ба деп отырмын. Актер болуға да болады негізі. Мені көп киноларға шақырған едім баяғыда негізі. Сосын мен баяғыда кастингтерге барып жүрдім да, бірақ мен ұяламын ба, короче. Ол кезде ақша да болмайды, ақшам болмаса беріс те болмайды. Қазір бірдеңе ойнап болады, дайындалып негізі, мне кажется. Сол дорамаға бүйтіп қойып. Ауыз ашқаннан кейін болады дейсің ғой дейді. Я съемка ауыз ашқаннан кейін өтесіз. Не дейді? Аяру сәлем дейінші. Аяру сәлем. А? Ау? Наны? Майстар дейсіз ба? Кісі болмаш дейді. Сен де ше, нағы ондайсың ретсің бейінші. Бірдегелер айтады. Соны айтам, серьезный отырмын, сол сөйтіп отыра берейші. Камсамида деп біреу өлі ұят ғой. Садыр мерішті қай заказ береді дейді. Сізде егерде Google
Chrome, Safari деген сияқты. Любой поисковый браузерге жазасыз sadradin.team деген сайт бар. sadradin.team. Sadradin кәдімгі sadradin нүкте TEAM. Сондай сайтқа кірген кезде астында заказать, магазин деген сияқты дүниелер бар. Сол жерге кіріп, ары қарай мен өзім де білмеймін особо. Бірақ түсінік қандайды маған қатып қалмаса болар еді. Соны толтырып ала бересіздер. Солай. Надан ба? Шаңның иісі шығатын. Или көзің ба? Солай, мен қазір номерден номерімді қысық болса не бар екен? Особо ештеңе жоқ негізі көрсе. Особо бір айтарлықтай не жоқ. Көрсетіп жіберейін, міне. Осы мен киімдерім кәдімгі көшеге киетін. Осылай гостиницада тұратын дүниелер. Мен сок ішпеймін. Сахар көп іше бермегеннен кейін. Ну, обычный порный. Егер қызық болса деген ма? Деп қоясың. Сценарий ғой деп қоясың ғой. Так, чатта оқып жатырмын. Жеңгеңіз қайда дейді. Білмеймін жеңгең қайда екенін. Әлі өзім таппадым. Альбом қашан дейді. Альбом жазылып жатыр бұйырса. Альбомды жазып жатырмыз. Ал, мына жақта кәдімгі коридор. Мында екінші душ бар. Мында тағы бір айна бар. Мынау менің ұйықтаған жерім. Мынау ойлап қалмаңыздар, шашып ұйықтайды екен деп. Бұл просто жаңа фотоға түскен кезде шашып жібердім. А так, современный тап-таза баламыз. Сол. Ал. Фотоға ма? Осы жерге көтеріле салмай ма? Фотоға түсіп жүріп. Мен астына түсіп келе алмаймын да, просто Wi-Fi өшіп қалады. Я. Солай. Ақтамашы өзіңде дейді. Качествосы жаман болып тұр. Терезеде вид күшті негізі. Күндіз қарасаң, мында өзен ағып тұр. Ол қазір бұлай көрінбейді шығар түнде. Короче, міне. Мынау өзен ғой, мына вид. Мына жақта сондай мұздай өзен ағып тұр. Неге мұздай десеңіздер? Себебі қыста. Қыс болғаннан кейін мұздай болады. Логика ғой енді. Оның бәрін қақтан білесіздер демеңіздер. Оқығамда мен. Охо, мына жақ шілікшім қараңғы екен, Мына жақтан жен. О, более-менее екен, Болады екен. Көзім ашып жатыр. Чатты оқып жүрейін мен, Чатта не делінген? Мұнда чатта не делінгенін оқып жүрейін. Не қылып жүрсің ол жақта дейді. Себеп концертке шақырды ғой. Келейін дедім. Мен қазір фотоға түсуге бір тыңдарманымыз келіп тұр екен. Сол кісімен суретке түсіп жүрейік, сосын дальше әңгімемізді жалғастырамыз. Сымбат сәлем деші. Сымбат сәлем. Қалың қалай? Монғолияға келіңізші дейді. Бізді қазір Монғолияға көп шақырып жатыр. Мүмкін барып қалармыз Монғолияға.
Солай. Не дейді мұнда? Жазып отыр. Астанаға қашан дейді. Астанаға әлі белгісіз. Мен қазір қалада болып, студиямда болып, альбомымды Құдай қаласа аяқтасам деген мақсатым тұр бірінші. Қазір соны жұмысына кірісіп, өзім кірісіп, қарап отырмағаннан кейін уайымдайсың да. Солай. Негізі бүгін де студияда жұмысым бар еді, енді концерт осы жақта болғаннан кейін концертке келдім. Свет адамды қабақ көрсете ма, иә? Альбомда қанша музыка болады дейді. Әзірге белгісіз, қазір жазып жатырмыз. Қанша? Гүл ма? Гүл берді, иә. Ана қызға бердің? Не? Ана әлі кемепті қазір. Кемеп па. Несіге маскасы жоқ па не? Маска жоқ. Енді не жағамыз оның бетіне? Жарылады ғой, крем бар ма қатеға? Крем бар. Беттің кремі ма? Қатеға крем жағайық та, жарылады ғой. Солай. Не айтып отырмын? Альбом жайлы айтып отырмын. Альбомда бұйырса қанша трек ән жазып үлгереміз, қанша әнді жасап үлгереміз, қанша ән концепцияға сай келеді, қанша ән бір-біріне альбом ішіне. Негізі әндер көп, бірақ альбом кішкене тақырыбы болғандықтан, өз тақырыбы, направлениесі болғандықтан соған сай келетін әнді қалдырып жатырмыз да. Сол себептен қызық өзіме де. Алғашқы альбом болғаннан кейін алғашқы процесс өте қызық екен. Ұнап қалды маған негізі жазып жатырмыз. Әзірге ұнап жатыр. Дальше ары қарай қалай болатынын білмеймін. Қырғызстанға салам, чоң рахмат қырғыз бауырларға. Қалайсыздар? Бөлме қашан дейді. Бөлме бұйырса альбомда болады. Солай. Ұйықтамайсыз ба дейді. Қазір ұйықтаймын, жуынып. Қазір біраз эфирға кірейін, сосын ұйықтаймын. Сәлем, сәлем. Альфия сәлем. Айжан сәлем. Бәріңізге сәлем. Қазір бір кісіні айтпай қалсам ренжіп қалады. Сол себептен осы бізді көріп отырған барша көрермендерге сәлем. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Мол бақыт тілеймін осы жылы. Алдыңғы жылы бір сұрақ қойған екен ғой маған, Юсіп жатқан кезде алдында көріп көзім күліп жүрдім. Аузың берік па, серік па дейді. Жәнібек деп. Соны айта салайын дедім. Қазір де қойып жатыр да сондай сұрақ. Аузың берік па, серік па дейді. Жәнібек. Рахмет. Мен телеграмма айтпақшы суреттер салдым жаңа енді. Қатты күшті емес енді, кішігірім суреттер салдым. Соны ешті бағалап жеріңіздер. Бірақ качествосы сәл нашарлау болғанымен ыңғайлы екен мынау телефонмен кіргенше. Былай да былай қимылдата бересің да. Как хочешь да. Ауыстыра беруге болады екен. Нұрай, сәлем.
Saranyo. Скрин жасап үлгермей жатырмын. Жүрек көрсетсеңіз, ұзағырақ көрсетіңізші дейді. И что, запись экраны бар ғой, содан алып алуға болады. Бола ма? Жатыс бөлек қой дейді. Иә. Алло, Бану, қойдасың? Едитке келетінде жатшы дейді, ол қалай? Типа былай ма? Даң. Aslan ya? Nah, it's Nisa. Nah, arigato. Aslan ya? Mana? Öyle kumaş vermiş değil. Енді эдитке видеосы істеп жатырмын. Не істеймін енді? Көрсет дегеннен кейін көрсетіп жатырмын да. А так бізде бір үйдің серьезный отағасымыз ғой. Жақсы болып тұрмын, бірақ оны алып тұр өзіме ше. Осы жерге бір деп қойсын. Дуа деп қойсын. Ары жатшы деп қойсын. Дуа ары жатшы деп қойсын. Қысылып кеттім, сәл ары жатшы деп қойсын. Енді үшеуміз жатамыз. Ортасында жатам да. Чтобы екеуіне течейді. Ортасында жатам да. Бүйтіп. Бір есен неға қарап қойым, кішкене неға қарап қойып бүйтіп. Жақсы ортасында жатқан. Ауру дейді. Адам айтады. Армандауға болады дейді. Осы себепте армандайық. Армандау тегін дейді ғой. Ешкім ақшасы алмайды дейді. Почему бы нет? Армандай берейік. Ертең құшақтап жатқан кезде ешті. Фото жіберем ба? Шаштың төбесіне өп кетті. Так, чат не деп жатыр? Жени апамыз тұрмысқа шығып жатыр ғой дейді. Ничего, нормально. Türkiye'ye geldik. Evet. Evet. Бүгін концертте қолдауларыңызды көріп, осындай кезде ойлаймын да, осының бәрі бекер емес екен ғой деп. Мен кейде, может, бәрінде бола ма ондай чувство, или менде ғана бола ма? Мені ешкім бір жақсы көрмейтін сияқты болып кетеді, сондай чувство бола ма бәрінде? Или менде ғана ма ол? Мен ешкімге керек емес сияқты болып қалам да. Білмеймін, сондай да бұл. Сондай чувство келеді өзі. Білмеймін неге екенін бірақ. Бүгін бірақ жаңа көріп, күшті болып қалдым сахнада.
Қаншама плакаттар, қаншама көңілдер, қаншама адамдар Садырайдин деп қолдау білдірген кезде мә деп бәрін ұмытып кеттім. Мен де сіздерді жақсы көремін. Көп үлкен махаббат жолдаймын сіздерге экранның артынан. Так. Біз де сені жақсы көреміз дейді. Камсамида. Если что, немді жаттықтырып жатырмын. Не еді? Корейский тілімді жаттықтырып жатқанмын. Корейский тілімді жаттықтырып жатырмын. Ертең общение болып қалып жатса, ұялмай сөйлесіп тұра беретін дейді. Бәрі мүмкін ғой. Сендер сенбейсіңдер. 31 минут болып отқан. Апай келатыр ма? Келатыр ма фотоға түсуге? Жуынып жату керек еді. Томи сәлем деші. Томи сәлем. Қандай сұрақтар қойып отыр? Так. Киім ауыстыратын ой жоқ па дейді. Бар ой. Қазір суретке түсу керек та. Содан кейін стримді көшіріп, асықпай ауыстырып жатайын деп тұрмын да. Или ауыстырып атқанында да қосылып тұра берсін бас стрим. Қосылып тұра берсін десеңіздер, қосылып тұра берсін. Охо, мынандай свет бар екен ғой мына жерде. Мынау қалай? Онша емес пе не? Жақсы сияқты ғой? Кішкене бүйтіп беріп қойсақ. Бүйтіп беріп қойсақ қалай стенаға? Осылай. Чуть. Жоқ. Пожалуйста, черт нам. Вот осылай жақсы. Керегі жоқ дейді. Керегі жоқ па? Өшіресің ба? Хорошо. Хорошо. Қазір сол киімді ауыстырып ұйықтау керек. Не деп жатыр? Ақтылек сәлем. Мына жерде чатта, келесі екінші телефон болмаса ыңғайсыздау оқыған себебі анау. Тез өтеді и қап-қара болып тұрады да, и тез оқып үлгеру қиын да кішкене. Балнұр сәлем, туған күніңмен. Садырым ғой, сәлем. Көп рахмет саған. Әсем, сәлем. Мен алдында не дейді? КС нарезкалар қалай дейді? Тема вообще супер. Мен ойлаған жоқпын, мен КС-тан кәдімгідей адамдар кеше көшеде де көріп, о, брат деп айтып отыр да маған. Хорошо играешь, я видел, брат деп қойды да маған. Айттым. Спасибо дедім. Көріпті да стримді нарезкаларды сол. Арасында кіріп тұру керек екен. И бір гость шақырсам қалай стримға, что-то
Bir жақын арада кім шақырсақ болады? Bir гость шақырайық. Қонақ шақырып, стримға бірге әңгіме айтып дегендей. Иә? Ұйықты қиып жатырма деп қоямын. Желап. Сіз бірінші қолын алып кетіпсіз ғой дейді. Жоқ, мен алған жоқпын. Алған жоқпын ешкімнің чехолын. Мүмкін сол жерде ұйымдастырушылар берген бүйтіп чехолды может алып кетті ма, білмеймін. Садырға апарып береміз деп ойладым ма. Так. Саямен эфир жасаш дейді. Вот. Алда ұмытып кеттік. Давайте Саян шақырайын бір күн эфирға. Так. О кісіні енді келесі воскресенье ұстамасақ, ертең воскресенье менде жұмыс болса, келесі воскресеньеге шақыруға болады. Себебі о кісіде сабақта. Ау! Фотоға. Болды. Ұстап жүрейін. Так, ана жерге не ғой? О, салмас па? Мәңіз ұстап жүрміз. Давай. Ассалаумағалейкум. Жақсы. Жарық па? Жарық па? Стамалдыр ба? Давай. Жарық, так. Қашқан жоқ па мен ақпет? Шашыңды дұрыс акын. Күтіп отырмыз. Келіп тұр. Шашың кіреді деп жүр жатыр. Все? Кім түсіреді, сіз ба? Райлы қара камераға. Ал бір-бірден сындыр. Бай. Қара десе былай тұр. Құшақтап тұстан, амаңдар сияқты. Құшақтап түсірші енді. Амаңдар сияқты. Ал давай, қалай түскің келеді? Қалай түскің келеді? Осылай ма? Осылай ма? Футболкасын бәрі салды. Енді ары қарап тұр. Ары қарап. Ананы бүйтіп реттейді. Ой, кешіріңіз. Менде верш болғанда сізге беретін. Келістемін деп. Мына жерде жүрегі бар екен, Садыр. Иә, міне көрдің бе, логотип бар. Күшті. Давайте. Көріну үшін бүйтіп отырып сүйде бірге. Тұр сен. Сен тұр. Сол жерге былай, мына жеріне бүйтіп сап тұр да. О, сөйтіп көрсет. Енді қара. Солай ары қарап тұр да, басыңмен бүйтіп қара. Иә. О, солай. Ұйықтасын. Жарайды, нормально орындашы. Сөз. Давай. Қара, камера. Қара, маған қара солай. Күтей түзу тұр. Өзің түзу тұр да басыңды ғана бұр. Жаңға қарай кет, жаңға қарай. Былай, басыңды бұр, басыңды. Иә, о, қара маған. Маған қара. Иә, о, жарайды. Болды ма? Болды. Енді сен тұр. Болды. Давай. Сенде футболка жоқ екен, иә? Все, жақсы. Аха, Жақсы, рахмет. болды ма? Жақсы. Давайте. Шашыңды дұрыстасыршы сенді. Аға, сен құшақтап тұрсың ба? Давайте. Рәли снегімен. Ал, давай. А мен де тұрып. Жүрек тұра. Так, 1, 2, 3. Жақсы. Жақсы сау болыңыздар. Жақсы сау болыңыздар. Бақытты болыңыздар. Жақсы. Пока. Жақсы, аумин abi. Ира, çıkıyorum болды. Өшіп қалған жоқ па стрим? Жоқ. Нормально болып тұр ма? Я шаршап тұрсың тек. Что-то ұйқым келіп жатыр. Жени, ары жатшы деп қоясың ғой. Қысылып кеттім деп қоясың.
ұйқыда келіп жатыр негізі. Жақсы келіп жатыр ұйқы. Кәне. Сәл жіберейін. Жуынып ары бері. Қайға кеттік? Болды онда. Крем әкеліп бермейсіз ба? Крем? Крем деймін. Солай. Ал 40 минуттай отырыппыз стримда. Бәріңізге көп рахмет. Ары қарай киімді ауыстырып, пижамамды киіп ұйықтаймын. Я ұйықтау керек. Таңда тағы тұрып. Құлағыма түйістік па? Жай көріңізші, не дейді? Қыздар жазып отыр ма? Кеп тұрмыз дей ма? Бір фото түсейікші дей ма? Түсейік абай. Көтеріліп келе салсын да мен астына бармақпын. Кеп тұр екен. Түсіп бола ма дейді. Жастықпен түскен тренд бар ғой дейді. Я, сол сияқты болып тұр. Инноват, сәлем. Ау? Садырлайт, сәлем. Садырлайт. Садыр свет деген деп отыр қой, Аяры, сәлем. Ұйықтаңыз дейді, я, солай ұйықтау керек. Қазір фотоға түскен жеп отыра тұрайын. Сосын стримді өшіріп, киімді ауыстырам. Seni çok özledik. Çiki seni seviyorum. Seni özlüyorum. Çok. Evet. Merhabalar. Teşekkürler. Құралай, сәлем. Стрим осы үшін я. Kelime. Так. Ал. Все. Келмеді ма? Келе жатыр ма? Ол түсік. О, сәлеметсіздер ма? Қалайсыздар? Рахмет сізге. Ол да, сізге рахмет. О, мерш киіп алды. Обоймсыз. О, абай. Көрсетсек дейші? Твичте көрініп тұр. Твич көріп келесіз. Және сізге плакаттардың барлығын жасап тоже сізге Ярыз алыңыз. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Келгендеріңізге. Фотоға түсіп алсақ.
Обязательно. Обязательно. Уағалейкум ассалам. Қане? Мен шешсеңіз осы түсе береміз. Кенде түкіртіп жүрсің. Иә. Стримді әр көріп отырсыз. Іште сәлемдесің. Бұл қыздардың армандары ғой. Концертке болдық, концертке қатысты. Концертке алдын қатарда тұр. Рахмет аға. Сізбен бірге фотоға түсіп бір армандарыңыз болып кетті. Қане? Бақтырам. Кеттік. Жақынырақ тұр. Давайте. Мынаны аяқтап аламыз. Қисық болма. Жоқ, тұра беріңіз. Әдемі. Жақсы ма? Мен де Бол, ой жүрейін. Не деп жазайын? Кім деп жазайын? Балнұр. Балнұр деп жазайын, иә? Міне? Рахмет. Охо, міне. Даже Дуа Липа, Бану, және. Күшті. Бамны қайдасың. Жеңі. Әдемі. Айлин деп жазбайсыз. Айлин деп жазайын ба? Айлин. Айлин. Енді жақында. Olur mu? Айлин. Жақын не деп жазайын? Адия. Адия деп жазайын. Стоп. Рахмет. Болды, абез. Міне. Рахмет. Шашын ба? Кенде. Шашын ба? Бал ағапы балнұр. Сен мына жаққа қарайсың. Балнұр. Әдемі. Тамаша. Жақсы. Жақсы. Сау болыңыздар. Жақсы. Сау болыңыздар. Сергей. Давай, әкеміз бір түсіріп алайық, иә? Селфи түсіріп. Қалай ашасыз бұл? Мәңіз. Потом на Бергаған сыйласын, Бергаған. Yanına селфи. Селфи. Қара. Ой, рахмет. Болды? Жақсы. Бауырыңызға. Аха, жақсы сау болыңыздар. Бақытты болыңыздар. Сау болыңыздар. Көп рахмет қолдауларыңызға. Кіл жоқ па? Жоқ деңіз. Жоқ, бар. Ашы ескі. Дуа, кешірші мені. Прости, потом. Sorry, де қой. Мен камейін деп. Так, осымен бітті. Не деген тұрам? Осымен бәрі бітті. Қараң болып тұрған сияқты былай қарайды. Жақсы. Ал, бүгінгі стримда бізге бірге болған, менімен бірге болған тыңдармандардың бәріне сіздерге көп рахмет айтамын. Келесі кездескенше бақытты болыңыздар, сау саламатта болайық. Келесі стримда жолыққанша аман есен төрт көзіміз түгел жете берейік. Біз сіздерді жақсы көреміз. Сіздермен бірге болған Садрадин және де Садрадин тим. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар. Завершить дегенде басып жүресіз. Болды, бастым.